Қайырлы күн құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ, ерекше дәмді түріктің бөрегін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, рецепттерімді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп алуды және де лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнның үстінен бөлме температурасындағы суға тұзымызды араластырып, жаңағы ыдысымыздың үстінен бөліп отырып құйып, алдымен қасықтың көмегімен, содан соң қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ болып кетпеуі қажет, кішкене қаттылау қамыр болып шығады. Қамырды илеп болғаннан соң 15 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Бізге тартылған ет қажет болады және де пияз қажет. Пияз 2 немесе 3 дана қоссаңыздар жеткілікті. Блендердан езіп алсаңыз да немесе осылай майдалап турап аламыз. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш, содан соң қалауыңызша аскөктер қоссаңыздар болады. Бөрекке қажетті барлық қоспаларды міндетті түрде описание бөлімінде қалдыратын боламын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерде де өте керемет әрі өте дәмді шығары сөзсіз. Салмасын, тұзын барлығын жақсылап салып дайындап алдық. Келесі кезекте жаңағы қамырымызды алып, жақсылап иін қандырып тағы да илеп алатын боламыз. Иі қанған қамыр жұмыс істеуге өте жеңіл болып келеді. Және де осы қамырды теңдей 6 бөлікке бөлеміз, ортасынан 2-ке, содан соң әр бөлігін 3-3-тен бөліп алсаңыздар болады. Мен мұнда көз мөлшерімен бөлдім. Егерде барлығы бірдей болғанын қаласаңыз, таразының көмегімен теңдей 6 бөлікке бөліп аламыз. Және де осы бөлінген бөліктерді осылай домалақтап барлығын біркелкі етіп қойып шығамыз. Осылайша қамырлардың барлығын дайындап алдық. Енді алдымен 3 қамырды бірге жайып алатын боламыз. Қалған 3-еуінің бетін пакетикпен немесе пищевой пленкамен жауып қойыңыздар. Сол кезде беті қатайып қалмайды. Және де алдымен барлығын осылай кішірек етіп оқтаумен жайып алып, содан соң қыздар ұнмен емес, міндетті түрде жүгері крахмалымен жасауға тырысыңыздар. Түрік бөректерінің барлығын осылай жүгері крахмалымен жасайды. Сол кезде піскен кезде бөрегіңіздің сырты қатты болып қалмайды. Егерде ұнмен илейтін болсаңыз, сырты кішкене қаттырақ болып қалады. Міндетті түрде осы әдіспен жүгері крахмалымен жайып көріңіздер. Қамырды жайып жатқан кезде міндетті түрде осы 3 қамырыңыздың арасына жүгері крахмалын сеуіп отырып жайыңыздар. Өйткені арасы жабысып, бір-біріне жабысып алынбай қалады. Сол үшін де міндетті түрде арасына крахмалды сеуіп отырып, осылай 2 шетінен ашып сеуіп отырып жайып аламыз. Біздің қамырымыз өте жұқа болып келеді. Және де крахмалмен жайғаннан соң өте тез жайылады және де өте жұп-жұқа болып шығады. Қамырды жайып жатқан кезде, жұқара бастаған кезінде уже крахмалды азырақ қосыңыздар. Мен соңына қарай көп қосылып кетті. Сол үшін де осылай майды өзіне көп сіңіріп алады. Келесі кезекте сары майымызды ерітіп алып, ыстық күйінде емес, қыздар міндетті түрде сары майды еріткеннен соң кішкене суытып аламыз. Суған сары майды жағып, және де үстінен жаңағы салмасын жағып орап алатын боламыз. Міндетті түрде сары майды еріткеннен соң суытып алатын боламыз. Және де біздің қамырымыз өте жұқа болғаннан соң жаңағы бір-бірінен алып қайтадан орнына қойып жатқанда кішкене жыртылып кетті. Сол үшін де өте ұқыпты етіп жайып жасайтын боламыз. Және де осы қамырымыздың ішіне начинкасын, салмасын саламыз. Өте қатты көп қосудың қажеті жоқ. Орташа мөлшерде, қатты көп емес. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай салып алып, және де самсаның қамырын орап жатқандай етіп орап алатын боламыз. Қамырын орап алғаннан соң тағы да домалақ етіп орап шығамыз және де табамызға пергамент қағазын қойып табамызға орналастырамыз. Барлық қамырды, жаңағы біздің бөректерді самсаны орағандай етіп осылайша дайындап
табамызға қойып пісіріп алатын боламыз. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписация батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Және де каналыма кіріп видеоларымды қарап шығыңыз. Неше түрлі тегін мастер-класстар, салаттар, ыстық тағамдар, көптеген рецепттермен бөліскен болатынмын. Өзіңізге ұнайтын, қолжетімді рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Сол үшін каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Жаңағы алдымен жасап алған 3 бөлегіміздің үстінен бір жұмыртқаны алып жағып шығатын боламыз. Және де үстінен өзіңізге ұнаған кунжут немесе мак сепсеңіздер де болады. Ұнатсаңыз екеуін араластырып сепсеңіздер де болады. Және де міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180-190 градуста өзіңіздің пешіңіздің қызуына қарай 35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Неке қыздар, біздің бөректеріміз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Сырты ешқандай да қатып қалмайды. Сырты қытырлап, іші жұп-жұмсақ болып, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы тәсілмен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Дәмі де, иісі де өте керемет қытырлап шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналымды қолдағандарыңызға баршаңызға көп-көп рахмет. Тегін лайктарыңызды аямай басып, және де пікір қалдырып отыруды да ұмытпаңыздар.